Bir күні біреу атына мінеді. Атына мінеді де, біздің қазақ сияқты білесіздер, арабтарды атты жақсы көреді. Атының шабысына сондай рахаттанып, осы аттан жерге түссем, қатыным 3 талақ дейді. Сонымен ары жүгіреді, бері жүгіреді, бір кезде бұтыт алады. Bir кезде шаршайды, bir кезде жылайды, түсетін жері жоқ. Имам Абу Ханифаның алдына келеді. Жылап тұр, мен өстіп едім дейді. Сөйтсе, ай ақымақ, жүр бері дейді. Атын жетектеп алып келеді, ағаштың алдына қояды да, енді ағашқа мін дейді. Атынан ағашқа мінеді, ағаштан жерге түседі. Сен аттан жерге түспедің, ағаштан жерге түстің дейді. Қараңызда, бұл имамдар қалай шешіп берген? Bir күні біреу бұлбұлын сайрағанын не істеді? Бұлбұл деген қатты сайрайтын құс болады. Соған масаттанып кетіп, осы бұлбұл сайрауын тоқтаса, қатыным 3 талақта жібереді. Соған бір кезде жылап имам Мәликке келеді. Имам Мәликке келіп, мен өстіп едім, бұлбұлым сайрауын тоқтатып қалды, не болды дейді. Қатыным 3 талақ болыпты дейді. Әйелін жақсы көреді. Сыртқа шығып кетіп ата жылап еңіреп. Алдан имам Шафи келіп қалады. Имам Шафи айтты қой, барып сабақ алды. Жас бала. Соңген неге жылап кетіп жатса, сенің ұстазың жауап бере алмады, сен қайда жауап бересің деп ашуланып кетіп жатса, тоқтаңыз дейді. Сіз маған айтың дейді, мен естіп көрейін дейді. Осындай болды десе, онда қатыныз 3 талақ болмапты дейді. Соңген жүгіріп имам Мәликке келеді. Сіздің бір шәкіртіңіз 3 талақ түспепті деп жатыр дейді. Ол кісі біледі, өзінің шәкірттеріне имам Шафидан басқа ондай фатуа беретін адам жоқ. Ана Мұхаммад ибн Идрис шақыр берді. Ол кісі келеді. Сен өсіп фатуа беріп жүріпсің, қалай болды дейді. Сөйтсе ол кісі айтады, мен жаңа айтып өтіп кеттім ғой, ол кісінің алдына келген алдын Муатта деген кітабын оқыды ол кісі. Муатта деген кітапта бір хадисті оқиды. Сол хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір адамды айтады. Ол кісі дейді, аса таяғын дейді, әрдайым алып жүрді деп айтады дейді. Таяқ бар ғой, сүйеніп жүретін таяқ. Соны әрдайым алып жүрді деп айтады дейді. Ол тамақ жеген кезде аса таяғын қойып қояды. Ұйықтаған кезде аса таяғын қойып қояды. Демек, пайғамбарымыз оны әрдайым аса таяғын алып жүрді деді. Мына бұлбұл да әрдайым сайрап тұр. Ол қояды қашан? Демалған кезде, тамақ жеген кезде қояды. Басқа кезде бұлбұл дайым сайрады. Бұның әйелі 3 талақ болған жоқ деп шешіп береді. Қараңыз, қалай шешіп берді? Имам Абу Ханифа рахимахулла бір күні сол кісінің уақытында бір халифа пайғамбарымыз бір хадисін оқиды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазға бамдатқа кетіп жатқанда әйелінің бетін сүйіп кететін еді дейді. Сол күні өзінің ең жақсы көретін әйелін келеді де жаңағы халифа бетін сүйеді. Бамдатқа кетіп жатқан кезде. Әйелі шошып оянып кетеді де кәфір дейді. Соңген ол айтады, мен кәфір болсам, сен 3 талақсың дейді. Соңген уламалардың бәрін жинайды. Мен өстіп айттым, әйелім 3 талақ болды ма дейді. Сөйтсе уламалардың бәрін бас қатады. 40 күн бізге рұқсат беріңізші, біз оны зерттейік дейді. 40 күн болады, 39 күн болады. Ана уламалардың бәрі жылап келіп жатыр. Енді ертесінде жауап бермесе өледі. Құран хадистен сыртқа шығып кетейін десе қорқады және. Жылап келіп жатыр Хаммад деген ұстазы. Имам Абу Ханифа балдармен ойнап жүр. Ұстаз, не болды сізге? Неге жылабасың? Неге ренжіп келіп десе, осындай дейді. Оны мен шешіп берем дейді. Имам Абу Ханифа мен шешіп берем оны дейді. Соң кейін айтады, ол кісінің шәкірт шешетін бұлты бәрі қуанады. Бүкіл уламалар. Соң патшаның алдына келеді, халифаның алдына. Құдайдан қорқып істеген бір амалыңыз айтың дейді. Сөйтсе ол айтады, мен дейді, мынанша мешіт салдым, мынанша медресе салдым, мынанша адамды үйлендірдім, мынанша жол салдым дейді. Оны патшаның барлығы істейді, атым қалсын деп дейді. Сіз дейді, Құдайдан қорқып істеген бір амалыңыз айтың дейді. Сонда ол кісі айтады, мен әкемнен қалған 300 канизак бар еді дейді. Канизактен құл әйелдер. Соның біреуі өте сұлу еді дейді. Сонымен бір күні жататын болдым дейді. Сонда жатып жатқан кезімде дейді, енді іс болатын кезде дейді, әкем есіме түсті дейді. Әкем де осыны жақсы көріп қосылған болса, мен қияметте әкемнің бетіне қайтып қараймын деп қорқып кетіп дейді, қосылмадым дейді. Сонда имам Абу Ханифа айтады, міне сіздің иманыңыздың барлығы сіздің кәпір еместігіңіз дейді. Сіз иманыңыз болмастан кәпір болғаныңызда оған қосылатыныңыз дейді. Сіз иманыңыз болып кәпір емес екенсіз дейді, сіз оның дейді, ертең қияметке сенгеніңіз үшін, қияметте әкемнің бетіне қалай қараймын деп нәпсіңізді тыйған үшін Құранда Алла Тағала айтқан дейді: "Ва амма ман хафа мақама раббихи ва наха ан-нафса анил хава фа иннал джанната хияль маъва" деген. Кім ертең Раббисінің алдында тұрудан қорқып, нәпсін қалаған нәрседен тыятын болса, оның баратын жері жәннат деген. Сіз иманды адам екенсіз, сіз кәпір емес екенсіз, қатыныз 3 талақ емес деп шешіп береді. Міне имамдар қандай мәселелерді шешіп берген? Бұл имамдар. Ал біз қазір мәселен араб тілін дұрыс білмейміз. Біз ең дімді дұрыс түсіндік деп және көкірегімізге ұрамыз.
Жаңа жігіттерден отырғызып қойып сұраймын ғой. Сен қанша хадис жаттадың? Сен араб тілін не оқыдың? Араб тілінің бірінші кітабын оқып жатқан болады. Мен айтамын, сен қайтып мен дінді білдім деп жүрсің сен. Сен араб тілінің бірінші кітабын оқып жатсың. Мәселен, біз араб тілін үйрену үшін, тек араб тілін үйрену үшін 5 жылда өмірімізді өткіздік. Тек қана күніге 10 сағаттап сабақ оқыдық.